Сәлем, әдемі каналына қош келдің. Мен осы жолы Қытай компаниясынан Тему атты магазиннен заказ берген болатынмын. Бірге ашып көрейік. Доставка маған осындай үлкен пакетте келді. Уақыт бойынша примерно бір аптадай алған шығар. Өте тез келді, қазір ашып көреміз. Ең бірінші болып көзіме осы пакет түсті. Мен оның ішінде не екенін примерно біліп тұрған секілдімін. Бұл перчатки. Бұл перчаткиді заказ берердің алдында мен примерный образды көзіме елестеттім. Мынандай қоңыр түсті. Қазір екіншісін киіп көрсетемін. Қоңыр түсті перчатки, кішкене размері үлкендеу, но качествосы өте жұмсақ, және де кішкене Қытайдың иісі шығады, естественно. Ал перчаткидің ішінде мынандай материал жылы болу үшін. Бұл перчаткимен примерно пальто немесе шуба киіп, аяғыма ұзын етік киіп, деп шығам примерно Астанада. Екінші болып мынандай пакет. Бұның ішінде 3 түрлі түс, мынандай бандама. Материалы өте жұмсақ. Кішкене жұқа, конечно, Астананың погодасына, но бұлай для образа, мне кажется, можно. Қазір киіп көрсетемін. Киген кезде осындай. Примерно мен Астанада бұлай жүрем. Бұлай и перчатки. Және де өзіме Астанада пальто немесе шуба сияқты стильный куртка алғым келіп тұр. Және де осылай. Мен Астанаға дайынмын. Кстати, осы очки туралы менен TikTok'та сұраған болатын. Бұл очкиді мен Миннесодан сатып алдым. Қателеспесем 45 дирхам, немесе 35 дирхам. Но өте стильный очки. Я прям сама не ожидала. Келесі затым бұл AirPods, яғни наушникке арналған подставка. Қазір ашып көреміз. Ішінде мынандай 3 түрлі зат. Осылай. Бұл затты заказ бергенім. Себебі менің наушнигім бұл өмірі де попало лежит. Келем үйге, и бүйтіп лақтырып тастаймын да, потом жатат анау-мынау жерде. Сол үшін осындай бір подставка заказ бердім. Өте ыңғайлы, қараңыздар. И вроде бы всего лишь 4 немесе 5 дирхам тұрады. Красота. Келесі осындай доставка. Менің бір жаман әдетім, аксессуар сатып аламын да, бірақ оны кимеймін. Білмеймін не үшін екен. Ішінде осындай бордовый цвет, сары, қара және де көк. Темно-синий. Және де қазір мен біреуін ашып көрсетемін. Ұзындығы осындай. Материалы өте приятный. Және екінші жағы ол осындай көк түсті. Қазір киіп көрсетемін. Мен бұл аксессуарды рубашкамен немесе пиджакпен киген кезде өте әдемі көрінеді деп ойлаймын. Және де бұл слай. Красота. Келесі болып осындай арнайы свет заказ бердім. Я уже блогер, так сказать. Соған арнайы өзіме свет заказ бердім. Себебі соңғы видео түсірген кезде кішкене освещение не то болған болатын. Және ол маған ұнамады. Сол себепті осындай свет заказ бердім. Ішінде осындай лампа. Подставник, штатив. Осындай. Және де, естественно, зарядка. Прикольно. Білуімше, бұл өте көп функциясы бар. Яғни сары, немесе кішкене көріп тұрған. Көріп тұрма? Міне. Более сары, яғни оранжевый оттенок, теплый оттенок, және де холодный оттенок. Красота. Еще әртүрлі түстері бар ау деймін бұның ішінде. Вот. Көк. Ой.
тоже көк түстің ішінде. Міне қараңыздар, артында жазылып тұр. Қандай оттенок, номер, цвет. Какая красота! Я прям рада. Вай! Енді мен видеоны бұлай қоям да. Сөйтіп түсіретін болам. Красота. Және де бұны бұлай подставка, және де оны бұлай құрап, столға қойып қойса да болады. Какая красота! Свет аламын деп, ол үшін қуанамын деп ешқашан ойламағам. Келесі болып мен 2 свет заказ берген болатынмын, на всякий случай деп. Себебі айтқанымдай, соңғы видеода менің освещением не очень болды. Сол үшін мен свет алам деп шештім. Бұл осындай телефонға арнайы бүйтіп жабысып. Нормально. Бұл светтің ерекшелігі телефонға бүйтіп жабыстырып қоюға болады. Және де зарядкасымен. Қазір көреміз. Нормально. Кажется, маленький. Теплый, холодный и вместе. Окей. Мына светте енді вау емес, но иногда, мне кажется, қолдануға да болады. Но все равно маған мына свет вообще қатты ұнады. Әртүрлі функциялармен, еще өзінің ақшасын. Прям, даже, знаете, қымбатырақ тұрса да мен бұны алатын едім. Соңғы заказым бұл осындай чехолға, телефонға арналған, чехолдың артына бүйтіп жабыстырып қоятын заттар. Мен бұның атын қалай екен әлі күнге дейін білмеймін, бірақ бұның өте трендтегі заттар. Бұны не үшін алдым? Себебі әр жыл сайын менде каникул болған кезде мен өзімнің сестраларыма, немесе құрбыларыма, подругаларыма сыйлық алып келемін, кішкентай андай бокс сияқты. Және де соған бір-бірден салып подарок ретінде беремін деп ойлағам. Және ойлаймын. Бұл видео өте қысқа шыққанмен саған ұнады деген ойдамын. Маған подписаться етіп, комментарий жазып, лайк басып кетуді ұмытып кетпе. Жақсы көрем. Пока!